топ 5 оқушыларға, студенттерге және де университет оқитындарға кеңес. Бұл сен қазір мектеп оқып жүріп, студент болып жүріп, университетте оқып жүріп, осы видеоға жолықсаң, онда мен сені құттықтаймын. Онда мен сені құттықтаймын, себебі бұл видео сенің мектеп, университет, колледждағы өміріңді өзгертуі мүмкін. Бұл видео саған арналған. Енді кеттік. Топ 5 оқушыларға, студенттерге және де университетте оқитындарға кеңес. Бірақ бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кет. Бұл болашақ мұғалімнің арнасы. Комментарий жазып кет. Комментарийға өз ойыңды жазып кет. Бұл кеңестер туралы және өзінің кеңестеріңді қосып кет. Лайк басып кет. Бұл видеоны өзінің достарына, өзіңмен бірге оқитын сыныптастарына және де жолдастарына бүкіліне жібер. Енді кеттік, видеоны бастайық. Сонымен ең бірінші кеңес өз-өзіңді ізде. Өз-өзіңді ізде. Өйткені сен үшін қазіргі алып жатқан образование, сен қазір мысалы 5-ке оқып жүрсің, мектепте болсын, немесе басқа жерде өте жақсы, күшті адам болып жүрсің, өте күшті бір студент болып жүрсің. Бірақ егер де сен қаншалықты мықты болғанымен өз-өзіңді таппасың, өзіңнің өмірдегі келгендегі миссияңды таппасың, өзіңнің миссияны анықтамасың, өзіңнің сүйіктісіңді анықтамасың, өзіңнің болашағында қандай мақсаттар қоятыныңды, осылардың бүкілін анықтамасаң, сен қаншалықты ол дәрежелермен, ол нәтижелермен бір биік шыңды бағындырғанымен сен шынайы бақытты сезіне алмайсың. Сен шынайы бақытты өзіне ала алмайсың, өйткені сенде өзіңнің миссияң. Мына жүрегіндегі миссияңды құрайын, мына жүрегіндегі миссияны сен орындай алмайсың. Олардың барлығы саған дополнительный ғана сияқты, дополнительный удовольствие алған сияқты. Бірақ жүрегіндегі нәрсені таппасаң, онда бұл ауыр. Сондықтан ең бірінші кеңес өзіңнің өміріндегі, өзіңнің осы өмірге келгендегі ең басты миссияны тап. Осы өмірдегі ең басты сенің сүйіктісіңді тап. Осы өмірдегі болашақтағы мақсаттарыңды құр. Өзіңді адам ретінде кім боласың, кім қандай адам боламын, осыны анықта. Бұл бізде бірінші кеңес. Екінші кеңес уақытыңды босқа өткізірме. Өкінішке орай, сен оқитын колледжде, сен оқитын мектепте, сен оқитын университетте дұрыс емес орта қалыптасқан. Бұл өкінішке орай, өйткені көбісі мысалы ата-анасы айтқан, сен обязательно түсуің керексің деп, мұғалімдерін навязать еткен, сен обязательно сол жерде оқуың керексің деп. Енді мектеп жарайды, мектепте обязательно, бірақ колледж, университеттерде сияқты ол жерге навязывать еткен көбісі стереотиптерге немесе басқа да берілген білімдеріне қарай сондай нәрсе айтқандықтан адамдар сондай бір тәуекелге барады. Енді сен жаман окружениядасың. Не істейсің? Бұндай жаман окружениеге ілеспе. Мен мысалы қазір 10-шы сыныпта оқимын. 10-шы сыныпта оқимын. Менімен жасты бір параллель сыныптарда оқитын балалар, тіпті бізден де кішкентай балалары, бізден де жоғары балалары электронный сигарет шегеді. Бұл бізде қазір вообще Қазақстандағы бір проблема десек те болады. Және де тек қана электронный сигарет емес, олардың да бетерлері бар. Шынайы сигарет, яғни шынайы темекі, алкоголь, немесе басқа да қазір күнәлардың түрлері көп қой, жаман әдеттердің түрлері көп қой. Осылардың бүкіліне ерік болып жүргендер адамдар көп. Егер де сен сондай окружениеге түссе, онда сен де сондай әдеттерге әуес болып кетуі мүмкін. Басында сен жай ғана кіресің, одан кейін олар сияқты сөйлей бастайсың, біреулерді мысалы жамандап бастайсың, олар сияқты боқтай бастайсың, кейін сол әдеттерге кішкене саған жеркеніш емес, более-менее, ну ладно, нормально деген сияқты сен жаман жаққа апарып тастауы мүмкін. Сондықтан да бұндай әдеттерден айналысатын ортадан сен бас тартуың керексің да, оның орнына өз-өзіңді дамыта бастау керексің. Яғни сен өз уақытында дұрыс пайдалана білуің керек. Жалпы айтқанда өз уақытында дұрыс пайдалану керек. Яғни қандай да бір жаман ортаға бет бұрмай, қандай да бір жаман жерге бет бұрмай, қандай да бір жаман әдеттерге, жаман істерге бет бұрмай, өзіңді дұрыс жолға, саморазвитие жолына салып, уақытында дұрыс пайдалануың керек. Бұл бізде екінші кеңес. Үшінші кеңес қаржылай сауаттылықты үйрену. Сен қалайсың ба, қаламайсың ба, саған болашақта қаржылай проблемалар кездесетін болады. Бұл міндетті түрде, бұл кез келген адамның өмірінде қаржылай проблемалар кездесетін болады. Тіпті әлемдегі ең мықты мемлекет экономика бойынша Американың да өзі қаржылай кеңестерге, проблемаларға душар болады. Оларды ондайдан шығуың керек. Мектепте мысалға сен үйренетін алгебра, физика, математика деген геометрия дейтін сабақтар саған мүмкін болашақта
кішкене керек болмай қалуы да мүмкін шығар, бірақ қаржылай білім, қаржылай кеңес осыған міндетті түрде керек. Қаржылай кеңесті бірден айтайын, саған мектепте үйретпейді, колледж, университеттер үйретеді, бірақ үйретсе кішкене ғана үйретеді, бірақ дұрыс үйретпейді, себебі ол туралы бөлек видео бар, каналға өтіп қарауына болады. Бұл жерде сен өзің үйренуің керексің, кітаптар арқылы, курстарға қатысып, әрине қаржылана жетіп жатса, бірақ міндетті түрде өзің финансовый образование алуың керек. Бұл бізде 3-ші кеңес. 4-ші кеңес жақсы әдеттер қалыптастыр. Жақсы әдеттер қалыптастыр. Неге? Өйткені сенің болашағың, сен қазір әлі жассың. Сенің болашағың ол сенің күн сайын істеп жүрген әрекеттеріне байланысты. Яғни сенің бір күніне байланысты. Сенің әр күнің сол болашағыңды құратын болады. Әр күнің қалай өтеді? Сені әдеттерің арқылы өтеді. Сені әр күн істеп жатқан істерің арқылы өтеді. Сол істерің жақсы болса, болашақта сен де жақсы боласың. Егер сен дәл қазір бастап ұйқыңды жаман ұйқы өткізерсің, қазірден бастап жаман питание жасасаң, қазірден бастап жаман нәрселермен айналыссаң, онда болашағың, кешірім сұраймын, бірақ бұлыңғыр болады. Ал егер де дәл қазірден бастап питанияңды түзетсең, дәл қазірден бастап ұйқыңды түзетсең, дәл қазірден бастап дұрыс система, дұрыс әдеттер қалыптастырсаң, дұрыс привычкалар қалыптастырсаң, фитнеспен айналыссаң, болашағың сенің жарқын болатынына мен сенімдімін. Бұл бізде 4-ші кеңес және де 5-ші кеңес. Бұл былайша айтқанда психологиялық кеңес. Қорықпа. Сен қазір 11-ші сыныпқа, мысалы, егер де сен қазір бір мектепте оқып жүрсең, 11-ші сыныпқа қалың келмей. Неге? НТ-дан қорықпа. Егер де сен шынымен де 11-ші сыныпты бітірген келсе, онда бар, қорықпа. НТ-дан құласаң, бұл саған ештеңе бермейді. Қандай да бір нәрсе, қандай да бір қиын кезеңнен артында міндетті түрде бір жақсылық болады. Қорықпа. Бар. Егер сен мысалы қазір 9 бітіріп жатсың, 9 бітіріп жатсың, сосын айтасың, мен қазір колледжға кетемін, бірақ ата-анамның жанында тұрғым келеді. Негізінде мен басқа қалада тұрғым келеді, бірақ қорқамын ол жерде тұруға, ақшам жетпей ма, бірдеңе бар. Қорықпа, барып тұр, саған бұл қаншама мүмкіндіктер ашады, саған бұл дұрыс өмірге қадам бастауға, самостоятельный өмір қадам бастауға саған мүмкіндік береді. Егер сен дәл қазір 11-ші сыныпта бітіріп жатсың, және де университет таңдаған келеді, бірақ сен заграница оқығың келеді, бірақ қорқасың. Қорықпа, бар, қорықпа ондай жерден. Мүлде қорықпа. Бар, өзіңді аш, өзіңді көрсет. Егер де сен қандай да проект бастаған келеді, бірақ қорқасың, бұл шықпай қала ма деп, баста, қорықпа, баста. Егер де дәл осы кеңестердің бүкілін, осы 5 кеңесті пайдалана білсең, онда сенің болашағың жарқын болатынына мен сенімдімін. Және де тіпті уәде де берейін деп айтайын ба. Ендеше достар, видео пайдалы болса, міндетті түрде тіркеліп, каналға тіркеліп кет. Келесі видеоларда кездескенше. Бұл болашақ арнасы.